Сәлем достар, бүгін біз судан жасалатын осындай өте дәмді жұп-жұмсақ құймақтарды әзірлейміз. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Алдымен бізге 2 жұмыртқа керек. 2 жұмыртқаға 4 ас қасық қантты қосып, осылай венчикпен жақсылап араластырамыз. Егер де тәтті болғанын қаласаңыз, онда қантты молырақ қосамыз. Одан кейін суымызды қосамыз. Суымыздың температурасы маңызды емес. Барлығын жақсылап осылай араластырып болғаннан кейін үккіштен, електен, яғни ұнымызды өткіземіз. Енді ұнымызды електен өткіземіз. Барлығын жақсылап өткізіп болғаннан кейін араластырамыз. Ешқандай комок қалмау керек, достар. Видеодағыдай, көріп тұрғаныңыздағыдай барлығы сұйық және де қоймалжың болып шығуы керек. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздің құймақтарыңыз өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатынына сеніммен айта аламын. Құймағымызды бір жағына қойып ыстық суға, видеодағыдай көріп тұрғандай сәл ғана содамызды салып, ас содасын барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің ас содамыз ыстық суда еруі керек. Сол кезде құймаққа қосқан кезде ол ешқандай құймақта дәмі шықпайды. Сәл ғана қоссаңыз болады. Егер де ас содасын мүлдем жақсы көрмесеңіз, онда қоспасаңыз да болады, еш нәрсе етпейді. Барлығын осылай жақсылап араластырып болғаннан кейін 4 ас қасық сұйық майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Табамызды жақсылап қыздырып аламыз. Оған осылай біздің құймағымызды құйып, енді жақсылап барлық құймағымызды біртіндеп пісіріп аламыз. Сонымен қатар достар, мен жоғарыда мега шоколадты пирогтың рецебін қалдырамын. Сілтемеден өтіп жасап көріңіздер. Мінеки судан жасалған біздің құймақтарымыз дайын болды. Шын айтсам, сүт пен судан жасалған құймақтардың ешқандай айырмашылығы жоқ. Барлығы да жұп-жұмсақ, мінеки видеода көріп тұрсыздар. Және де өте дәмді болады. Және де ең бастысы судан қосқанда қатып қалады деп қорықсаңыз, еш қорықпаңыз, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.